Саламатсыздар ма алтын ханымдар? Алтыншы тігін мектебіне қош келдіңіздер. Менің есімім Тастанова Гүлжан. Бүгінгі сабақта біз кәдімгідей үй жағдайда бір тігін машинкамен осы маталардан шапан және де тақия тігетін боламыз. Бізге керекті құралдар айтқаным: тігін машинка, одан кейін метр, мата. Шапан тігетін мата өзі мынандай велюр, королевский велюр. Базарда оның дублерины жабыстырылғаны болады, дублерин жабыстырылмағаны болады. Қалаған матадан тігем десеңіздер, өз еркіндеріңіз, любой матадан тіге беруге болады. Мына мен дублериндегі королевский велюр алдым. 2,5 метр алдым. Тақияға да, шапанға да жетеді. И 60 сантиметрдей осындай этно гобелен алдым. Бұның аты гобелен, жұмсақ түрі. 60 сантиметр алдым. Оны біз манжетке және де алдындағы мына жағасына тігетін боламыз. Одан кейін тақияға бізге фетр қажет, жіп. Неге мен 5 жіп алдым? 4-еуін оверлокқа қоям, 1-еуін машинкаға қоям. Бірақ егерде сіздің үйіңізде оверлок жоқ болатын болса, онда сіздер мына 4 жіпті алмайсыздар, кәдімгідей оверлоктың орнына зигзаг обработкамен жасай беруге болады үй жағдайында. Одан кейін мынандай метражный паутинка и күмістер. Әртүрлі күмістер, өздеріңіз еркіндеріңізге күмістерді біз тақияны әшекейлендіретін боламыз. Метр айттым. Мына түйрегіш, қайшы и бор. Бор жоқ болатын болса, кәдімгідей үйдегі мынандай қол жуатын сабынды кептіріп алсаңыздар болады. И өлшемдер қажет. Өлшемдер қажет. Осындай өлшемді дайындап қоямыз. Ал ендіше бастайық. Ал қыздар, енді велюрымды екі бүктеп қойдым. Қараңыздар. Екі шетіндегі кромка, екі шетін қырқып алдым артығын, мына кромкаларын. Сосын бүктеп қойдым. Мына жағы бүктелген жағы. Ал енді түгі борыстары төменге қарай жату керек. Өздеріңіз қарайсыздар. Егер сіздерге түсі ұнап жатса, онда мына түгін жоғары қарап пішсеңіздер болады. Мен түгін төменге қарап пішіп жатырмын. Осылай екі бүктедім. Бүктелген беті осы жерде. Мына түгі төменге қарап тұр деген менде белгі бар. Стрелкамен. Мына қараңыздар. Енді мына матаның бүктелген жеріне мен өлшей бастаймын. Метрмен бірден былай өлшеп алам да, тіке қылып, перпендикуляр етіп сызып алам. И мына ұштан 7 сантиметр өлшеп алам. 7 сантиметр өлшеп, белгілеп қоям. Кейінен сол 7 сантиметрден, мына 7, 12,5 сантиметр иық ұзындығын өлшеп алам. Мына длина плеча бізде, менде 12,5. Длина плеча 12,5. И спущенный болады ғой, и спущенный мен қосқанда 18 болады. Яғни мен 12,5-ды өлшеп аламын. Төменге қарай 2,5 сантиметр түсіремін, белгілеп қоям. Кейінен мына точкадан, бағанағы 7 деген точкадан 18 сантиметр өлшеп аламдағыны белгі қоямын. Ендіше 7 деген точкадан мен 40 ДСТ, белдің ұзындығы арқасына менде 41 сантиметр. Демек мен осы точкадан 41 сантиметр өлшеп алам. Бірдей болсын деп. Өлшеп аламда белдің ұзындығын, белдің линиясын сызып алам. Міне. Ендіше бізде юбканың ұзындығы деген бар. Юбканың ұзындығы, шапанның ұзындығы да 85 сантиметр. Демек мен мына жерде 85 сантиметр өлшеп алам белден. Мына талия бел. Белден 85 сантиметр өлшеп аламын. Бұл тігістен басқа готовый ұзындық. Тігіске әлі береміз 4 сантиметр. Міне, 85 сантиметр. И сызығымызды сызып аламыз. Осылай. Енді келесі бөксенің ұзындығын белден стандарт бойынша 22 сантиметр өлшеп аламыз. И бөксенің линия бедра дейді ғой. Бөксенің линиясын
сызып шығамыз. Вот. Примерно осындай болды. Енді мына көкіректен линия груди, бұл талия, қараңыздар. 7 деген нүктеден, мына белгіден 41 сантиметр. Енді бізде көкіректің линиясын табуымыз керек, себебі қолтық ойындысын сызуымыз керек. Енді 41 сантиметр екіге бөлеміз, сонда 20,5 болады. И сол нүктеден 2 сантиметр, 3 сантиметр төменге түсіреміз. Стандарт бойынша 2. Вот, енді 7 деген точкадан, мына 23 сантиметр болды, сол 23 сантиметрді мен өлшеп аламын да мына жақтан. И сызығымды сызып аламын. Мына жоғарыдан, вот 18 сантиметр болды. Вот, жақсы. Ендіше, мына көкіректің линиясы, мына линия груди, көкіректің линиясы, мына линия талии, белдің линиясы, мына бөксенің линиясы, мына етегі точканы. Конспект ретінде дәптерге осылай жазып алсаңыздар болады, кейін уже піше бересіздер. Келесі точкамыз біздің мына менде ОГ деген өлшем бар, белдің, көкіректің айналасы. 100 болды, оның жартысы 50, 50-ге 3 сантиметр свободаға қосам мен шапанға. Одан да кейін болсын десеңіздер, 4 сантиметр, 5 сантиметр қоса берсеңіздер болады. Вот мен 3 сантиметр қосып тұрмын. Общий 53 сантиметр өлшеп алам. Кешіресіздер. 53. Так, 50 ол жартысы болады да. 50 ол жартысы болады. Бізге одан да жартысы керек. 25. И вот осы 25-ке біз 3-ті қосамыз. Я 4-тен 1 болу керек. Жартысы, ол соның жартысы. 4-тен 1 болу керек. Бүксент те осылай. 52, оның жартысы 26. 26-ға 3-ті қосам. Мына жерге 25-ке 3-ті қосам. Вот. Көкірекке 25-ке 3-ті қосқанда 28 болады. 28 сантиметр өлшеп аламын. Вот мына жерде менде осылай болады. Ендіше, бөкседе де менде 26 плюс 3 29 болады. Мына жерден 29 сантиметр бөкседе өлшеп алдым. Вот. Енді қараңыздар. Бізде мынандай переход болып тұрды. Осылай істесеңіздер болады, немесе кішкене талия көрінсін десек, былай мына жақтан келіп. Вот қараңыздар. Мынадан төменге қарай перпендикуляр, я? Содан где-то 1 сантиметрдей ішке кіргізіп, мына точкамен, и одан кейін мына бөксеге жеткіземіз былай. Вот. Сонда кішкене белдің силуэті болады да, мына линиясы әдемі болып келеді. Енді бізде арқа кеңдігі деген өлшем бар, ширина спины. Ширина спины 35, оның жартысы 17 жарым болады. Вот сол 17 жарымға 3 сантиметр қостық қой, соның 1 сантиметрін қосамыз мына жаққа. 17 жарымға 1-ді қосқанда 18 жарым болады. Вот, и мына жерге 19 қылайықшы, 19. 1,5 сантиметр қостық та сонда. Вот. Енді қараңыздар, бізде мына 12-ге әкесек, бізде пройма былай болып келеді. Былай келеді пройма. Осы жерден где-то 3 сантиметр болады да. Мына точкадан 3 сантиметр әкесек, былай әкелеміз пройма. Бірақ бізде спущенный болғандықтан, мына 18 деген точканы тоже былай әкелеміз. Вот. Кішкене овал жасаймыз, кішкене овал болады. Вот. Мына точкадан егерде перпендикуляр былай түсірсеңіздер, былай перпендикуляр. И содан где-то 2 сантиметр бисектриса болады да, 2. И содан бүйтіп әдемілеп әкелесіздер. Егерде сіз тігінші болып сізде лекалы болып жатса, лекаламен әдемілеп әкелсеңіздер болады. Әдемі шығады. Енді етегін қалай жасаймыз? Қараңыздар. Мына жерде етегі 29 сантиметр. 29-ға 5-ті қосқанда, немесе 6-ны қосқанда 29-ға 35 болады. Мына жерде 35-ті белгілейміз. Одан артығы артық. И мына точкамен қосамыз. Болды. Енді мына жақтан 2 сантиметр жоғары көтереміз. 1,5-2 сантиметр көтерсек болады. 1,5-2. Мен 1,5 көтеріп тұрмын. 1,5 көтеріп тұрмын. И мына не точкамен қосып аламыз. Сонда екі жағын саураттым. Енді осы точкалардан біз тігіске қосып аламыз. Етектен 4 сантиметр жетеді. Вот уже мына жаңа линиядан 4 сантиметр. Мына линиядан 2 сантиметр қосамыз. Даже мына лента, сантиметровый лентаның енін тігіске берсеңіздер болады. Вот. Сонда бұл тігіске кетеді. Енді мынандай бір нюанс бар. Мына жерге де осылай 2 беріп шығасыздар. Иыққа да 2 береміз.
Вот мына жерде төменге, мына точкадан төменге 2 сантиметр түсіреміз да. Даже 2 түсіреміз. Вот. И былай домалақ етіп қосамыз. Міне. Енді қараңыздар, мына жерде біз 2 сантиметр өлшеп аламыз да мына. Міне. Біз кішкене ашамыз, себебі бізде мойын болады. Ал мына жақтан 1 сантиметр. Жаға тігеміз ғой біз. Сол жағаның линиясын алып тастап жатырмын. Енді біз қолтық ойындысы мынау шапанға бізге өте аз. Сондықтан біз 3 сантиметр түсіреміз. Мына. Мына жақтан, уже тігіске берген жақтан 3 сантиметр түсіремін. Вот. Сонда мына сызық, мынау сызық былай келеді. Енді біз 3 сантиметрге түсіргеннен кейін біз заң бойынша 1,5 сантиметрге кеңейтуіміз керек. Вот. Сонда ол уже қате болмайды. Вот. И мына белдің линиясымен қосып жібереміз. Болды. Қараңыздар. Мына жаққа мен 0,7 берсем болады, тігіске да. Лапканың бойына үшін. Төбеден тігіске берген сол 2 сантиметр. Сондай деп бастай берейік. Әпішкенде бисмилля деп бастаңыздар. Мына жақта себебі үнемі бұл заңды курста одан да мықты фишкалар бар. Моделирование сабағында сапалы, әдемі пішетін фишкалар. И мына жақтан да. Қыздар, арты болды. Мына белдің линиясын, бөксенікін белгілеп аламыз өзіміз үшін. И мына жақты ортасын бүйтіп, косичка беріп белгілеп аламыз. Так, арқасы бітті. Енді мына жақты былай жинап аламыз да. Матаны көтереміз. Көтереміз. Төменге қарап тұру керек, сондықтан мен төменге қаратып жатырмын. И уже мына бүктелген жағына қойсақ болады. Сол кезде бізде мата жетеді. А так былай спокойно жетіп тұр. Түгін төменге қаратып пішіп жатырмыз. Енді осы сызықтарымызды қайталап сызып аламыз. Копировать етіп. Бұл тәсілді тек қана осы шапанға ғана қолдануға болады. Себебі матасы велюр болғаннан кейін трикотаж. Сондықтан осыған ғана қолданасыздар. Гобелен болса да гобеленге қолдануға болады негізінде. Егер гобеленнен істейін десеңіздер. Белдің сызығы, бөксенікін жүргізіп аламыз. Так, көкіректікі. Болды, енді бұны алып тастаймыз. Бізде готовый крой бар уже, арқасы. Енді мына белі, бөксесі, етегі дайын. Енді алдына тағы да 2,5 түсірдік. Тағы да 6 сантиметр түсіреміз. Мына жерден уже 2 сантиметр алынған. Бұлай істейміз, немесе мына қараңыздар, белге дейін бұлай жасаймыз, қараңыздар, сразу. Бірақ бізде мына жақтан да 1 сантиметр алып тастауымыз керек болады. 1 сантиметр. Себебі бұған вставка пішіледі.
осылай болды. Мына жақта да бір кетеді. Мына жақта да бір кетеді. Вот. Сонда бұл жаңа линия. Кетті. Енді бізде қолтық жағын кішкене, мынаған қарағанда ойын құраймыз. Вот. Где-то 1 сантиметр арты мен алды разница болу керек. Вот. И бізде ДСТ, ДПТ деген өлшем бар, я? Көкірек көтеріш жүреді ғой, ДСТ, ДПТ 3 сантиметр, 41, 44, арасы 3 сантиметр болып тұр. Демек, мен мына жерде вот 2,5 сантиметрге көтерем, тем более бұның несі бар. И вот осылай, осы бұл только трикотаждарға, худиларға бұл сызбаны қолдануға болады. Басқаларға қолдануға болмайды бұны. Вот, 3 сантиметр ДСТ, себебі мына көкірек көтеріп жіберген кезде мынау нормальный болады. Осылай көтереміз да, и тоже пішуге кірісеміз. Нормально жатады. Мынаны белгілей салайық, төменге деп. Мынаны да төменге қарап тұр деп белгілейміз. Вот. Сонда сіздер адаспайсыздар. Şimdi растечка береміз. Себебі бітірген кезде белімен белі түсіну керек. Так, екінші деталь бізде дайын. Вот. Бірінші деталь, екінші деталь. Мына жерге алды деп жазып қойсаңыз болады. Вот. Дайын. Арты алды дайын болды бізде. Енді жеңі. Алысқа алып қоймаңыздар, себебі бұның біздің проймасын, қолтық ойындысын өлшейтін боламыз. Вот. Енді жеңі. Жеңін былай тексерем. Мына жерде мата бүктелген жерде тұр. Если жоқ, бізде мата жетіп тұр да. По-любому бізде мата жетеді. Вот. Мына жерде қолдың айналасы 34 болып тұр да, и шапанға 40 болады деп есептедім да мен примерно. Так, мына жерде 40-тан аз болып тұр. Демек мен былай істеймін. Мына матаны ашамын. Ашамын да. Бірақ қараңыздар, мына борс төменге қарап тұр да. Сондықтан мен қазір бір жең пішіп аламын да. Одан кейін екінші жең пішем. Қалай пішетінін қазір көрсетейін. Себебі біреу оң қолдікі, біреу сол қолдікі да. Екеуі де оң қолдікі болып қалмасын. Вот. Линейкаларымыз. Офисте қалып кеткен линейка, сондықтан сіздерге мына метрмен көрсетіп жатырмын. Вот. 40, я 40 болады деп есептедім. Вот. Мынау центр болсын, я? Центр болсын да. И центрден 20-20 алайын. 20. И мына точкадан да 20 өлшеп алайын. Төменге, төменге жең ұзындығы 50 болып тұр да. Жең ұзындығы 50. Осы 50-ді өлшеп аламын. И осы точкаларды қосып сызып болады. Мына төменге
мына жең ұзындығы. Енді қараңыздар, мына жерде көкіректің жартысы 50 сантиметр болып тұр бізде. 50. Сол 50-ді 4-ке бөлеміз. 50-ді 4-ке бөлген кезде 12 жарым болады. 50-ді 4-ке бөлген кезде 12 жарым болады. И осыған 12 жарымға біз 2 сантиметр түсіреміз. 14 жарым. Заң бойынша жең сызу тәсілі осы. Менің методикаммен. Мына точкадан төменге қарай сызамыз. Бізде осындай бір квадрат шығады. Квадрат немесе төртбұрышты прямоугольник болып шығады. Енді осы мына 20 сантиметрді тағы да 2-ке бөлеміз, 10 болады. Ол бәріне деге 40 емес, өздеріңіз қарайсыздар. Қолдың айналасы қанша болса, соған примерно кеңдігі қандай болады деп өздеріңіз есептейсіздер. И вот сол болады кеңдігі. Міне. Мынау 40 сантиметр болды. И 10 сантиметрден 4-ке бөліп тастадық. Оның жартысы жең центр болады, я? Түгі міне төменге қарап тұр деп белгісі бар. Вот осылай жасаймыз. Енді қараңыздар, мына точкадан мына 50 сантиметрді біз 8-ге бөліп аламыз. Мына 50-ді 8-ге бөлген кезде alt жердегі 8-ін 48 болады. Значит, alt жарым примерно так 2, 0, 0. 20-ны 8-ге бөлгенде 2 болады екен. 6 сантиметр, 1 сантиметрді қосқанда 7 сантиметр болады. 7 сантиметр, мына жер 7 болды. 50-ші размерде 7 болады. Ал мына точкадан, значит, 6 болды, и минус 1, 5 сантиметр етеміз. Вот, 5. Екеуінің ара қашықтығы 2 сантиметр болу керек. Енді қосамыз. Бұл спущенный, сондықтан қазір әлі спущенный қылып жасаймыз. Не құрайлым қарамаңыздар, мына жерде 1,5 болу керек. Мына жерде бұның қақ жартысы бұл. Мынау сызықтың қақ жартысы. Мына жерге 1 көтереміз, мына жерде қақ жартысына 1 көтереміз, мына жерде қақ жартысына 1 түсіреміз. Бұл алды болады, алды, бұл арты болады. Артына тірелетін жағы. Енді қараңыздар, мынау 1 сантиметр былай істеп аламыз, мына төбеден. Мына төбеден 1. Вот бізде примерно мына қолтық ойындысы уже сызылды, я? Дегенмен, қараңыздар, бізде иық ұзындығы, я? Иықта, міне 12 жарым негізгі иығы, бірақ бізде спущенный болып тұр ғой, 18, естеріңізде болса, я? Міне 18. 12 жарымнан минус 18, или 18-ден аламыз 12 жарым, так, 5, 7-ден 2-ні алғанда 5 болады. Яғни 5,5 сантиметр біз спуск жасадық, я? Яғни біз төбеде головкадан 5,5 сантиметрге түсіреміз. 5,5-ға түсіреміз. И қолтық ойындысын естеріңізде болса, біз 3 сантиметрге түсірдік, я? Мына жерде біз 3 сантиметрге түсірдік, 1,5 сантиметрге кеңейтті. Яғни жеңде де дәл осындай операция жасаймыз. Вот. 3 сантиметр түсіріп отырмын, 1,5 сантиметр мен кеңейтемін, я? Енді мына жақта да дәл солай жасаймыз. 3 сантиметр түсіреміз, 1,5 сантиметрге кеңейтеміз. Вот осындай болады. Енді қараңыздар. Мынаған параллельно былай алып келесіздер да. Вот осылай параллельно алып келесіздер да. Мынаған параллельно сияқты болу керек. Көрдіңіз ба? Кейбіреулер жай тіке қылып піше салады да, и дұрыс тұрмайды жеңдері. Вот осы жең өте әдемі дұрыс тұратын болады. И мына точкамен қазір әдемілеп мынаған параллельно келіп, бүйтіп қосамыз. Қараңыздар. Почти параллель болып жатыр. Былай. Міне. Қараңыздар. Мынау головкамызға почти параллельно болып тұр. Енді бірақ бұл бәрі емес. Міне бізде алдыңғы деталь. Алды ма? Алды екен. Вот. Алды. Қолтық ойындысын есептеп аламыз. Қанша сантиметр? 2 сантиметр тігістен алып тастаймыз. Себебі иық біріктіріледі. Вот осылай өлшейміз. Вот. И мына жерден де біріктірілетін 2 сантиметр алып тастаймыз. Сонда 25 сантиметр болды қолтық ойындысы. Вот. 25 сантиметр. Яғни мынау алды бізде, мына жер 25 сантиметр болып шығу керек. Вот. Кішкене, вот.
25,5 болып тұр. Оны посадка жасап жіберуге болады. Вот 25,5. Енді артқы детальді дәл осылай. Бәрі аспаннан алынып жатқан жоқ, бәрі есеп қысаппен болып жатыр, өздеріңіз көріп жатсыздар да. Вот. Енді арқасы да 2 см тігістігін алып тастаймыз, и төбеден 2 см тігістігін алып тастаймыз. И өлшейміз. Вот, 24 болып тұр арқасы. Яғни арты 24 шығу керек. Вот. 24 жарым болып тұр, 6 сантиметр қондырып жіберуге болады. Яғни бізде жеңіміз дұрыс шықты. Ендісе біз қараңдар. Бұл мына спущено, я? Мына жақтан біз запасқа тағы да манжет болады. Дегенмен 5 сантиметр запасты алып отырсаңыздар, кейін артық болатса піше саласыздар кейін. Негізі бірақ осыған 1 сантиметр қоссаңыздар манжетке жақсы жетеді. Но сіздер наничок болғаннан кейін, мен методикамды енді үйреніп жатқаннан кейін, сіздер на всякий случай 5 сантиметр түсіре салыңыздар. Енді бұл жең өте кең болады етек жағы. Сондықтан мен мына жақтан қатты жырмағын аяқ қойын. Где-то вот былай өлшейміз да, вот 35 көп болады, 34. Яғни 17, жартысы 17. И мына жақтан мен 17 өлшеп аламын. 17. И мына жақтан да 17 өлшеп аламын. Вот, 17 өлшеп аламын. Мына жақтан 17 кетті, мына жақтан 17 кетті. Бұлай қосамыз. И тігіске береміз лентаның ширинасын. Мына қараңыздар, мына жер бұлай болады, значит мына жер кішкене бұлай береміз. На всякий случай. Бұлай берсін. Так, бұлай. Бұны да. Бұлай и бұлай кішкене. И осыдан тігіске беріп шығамыз. Қараңыздар, бұл тек қана бірақ жең. Я. Бәрібір ол 5-ті алпыстау керек. Вот. И уже жаңа құрылмаға тігіске береміз. Я, тоже 2,5 сантиметр бере берсеңіздер болады. Центрді белгілейміз. Кішкене тіліп алу арқылы. Вот, осылай болды. Мына жерде кішкене жіпке қалды. Ничего. Мына жер ол жетпей қалды менде. Бірақ бұны бүтін болу керек. Ничего, мына тігіс болады, мына жерде ол тігіліп кетеді. Айлыққа жіберсем. Енді бізде мынау арты алды, келесі екінші жеңді пішкен кезде біз алды белгілеп қояйық, алды. Осындай тіліп алу арқылы. Енді қараңыздар, тігінен болу керек. Мына етек жағы тегіс болып тұр, сондықтан етек жаққа белгілеп, мына тігі. И борс, қараңыздар, мынау да төменге қарап тұр, мынау да төменге қарап тұр. Яғни енді теріс бетіне қоямыздар, оң беті болады. Сонда біреуі, екеуі де бір қол болып қалмайды да, біреу оң қол, біреу сол қол болып шығады. Так, бізде арты алды, жеңі бәрі дайын болды. Бізге мына тақияға спокойно жетіп тұр. Байқадыңыздар? Беймарал тақияға жетіп тұр, шапаннан артып. Бірнеше тақия шығаттар. Сыйлыққа тік тастасаңыздар болады, ары қарай. Мына жеңі дайын болды. Алды, арты дайын болды. Мынаның бәрі тақия бола берді. Одан үнемдеп алуға болады ғой деп ойласаңыздар, мына жерден қажекей шығара аласыздар, мына жерден қажекей шығаруға болады. Не үшін? Мына жерден уже егесі өзіне қажекей тігіп алады. Сонда бір шапан, бір қажекей шығады 2,5 метрден. Астар қойса, бәші күшті болады. Астар албаса 1 метрдей. Мына жерде спокойно тақия шығады. Ендіше біз неге одан да аз алуға болмайды? Бағана көрдіңіздер, бізде түгі бірге қарап тұру керек, и пішкен кезде біз былай пішамаймыз. Бір ұзындыққа бір еніне симайды да, бір еніне. Сондықтан мен 2 ұзындық алдым да матадан, 2 ұзындық алдым, жанынан 2 жең шығардым, қалғаннан сонда қажекей шығады. Сол егесіне. Түсіндір алдым,
одан аз алуға болмас еді. Оның ені одан үлкен болу керек. Егер ені 1,8 болатын болса, онда бір ұзындық и жеңнің ұзындығын алсаңыздар болады. Келесінде бізде мына гобелен. Мына гобелен мата. Қараңыздар. Мен гобелен алдым. Бірақ бұлай қырқатын боламыз да. Мына беті керек емес, бізге мына беті керек. Вот. Сондықтан ең біріншіде алдындағы мына жағасын пішіп аламыз, одан кейін манжеті кетеді. Біз содан кейін ұзына бойы тігінен не пішеміз? Дублерин пішеміз, содан кейін ол әдемі жататын болады. Солай үнемдесеңіздер болады. Қараңыздар, рисунығы қандай болады деп отырмын мен. Рисунығы бұлай болады деп отырмын да. Бұлай болады деп отырмын. Сүйретіші. Сүйретіне қарап пішіңіздер. Ол этно ғой. Сондықтан сүйретіне қарап пішкен дұрыс болады. Мен 2 бүктеген кезде осылай болып шығады деп есептеп жатырмын да. Сондықтан ені мынанша болсын деп жатырмын. Бір клетка, бір клетка болсын деп жатырмын. Сүйретіне жақсылап қараймыз. Бір клетка болатын болса, значит, бүктегенде мұны бұлай болады. Бұлай болып шығады ғой. Сонда бұлай. Шапанның ені осындай болып шығады да. Осындай. Так, ол деген. Даже мынау істесек те болады. Мынау тігіске береміз да, бұлай істесек те болады. Мен бөлек-бөлек пішейін, себебі сүйретінен адасып кетейін деп тұрмын. Сондықтан бөлек-бөлек пішемін. Ана чересчур қалың болып кетейін деп тұр, бір клетка да, бір ромбик. Тігісім ровно надан басталған қаласам, мен кішкене бері қарай алып, осылай қарай пішемін. Сонда бұған дублерин жапсырамыз. Дублерин тігіне пішеміз. Міне. Мына ромбик, мына клетка. Бұлай бүктей салайық та. Бұны бұлай бүктей салайық. Сол кезде маған жақсысы көрінеді. Мына жағы да. Шатас кетпес үшін этно вставканы осылай болып жасаймын. Енді қиған кезде қалдырып бір клетка көп болып кетеді да, сол үшін. Грубо болып кетеді, бұл жас қыздікі ғой. Ал манжетін қалың жасай беруге болады.
немесе клеткасын бүтін қылып істесеңіздер болады ше. Істесеңіздер де болады. Бірақ чересчур қалың болады да, сондықтан. Енді манжетін пішеміз. Так, екі жағы дайын болды. Ұзындығына қарап отқан жоқпыз, себебі кейін етек жағынан оның ұзындығын алып тастай салуға болады. Енді манжетті прямо осылай екі бүктейді да. Осы екі бүктейді и тік кете береді. Вот, как раз мынау оюдың ортасы болайын деп тұр да. Осы оюдың ортасы болайын деп тұр. Бізде, естеріңізде болса, манжет 17-34 болды. Тігістерімен 34-ке 4-ті қоссаң 38 болады. Бір манжет 38 и екінші манжет также 38 болады. Вот манжет осы енмен бола берсін, әдемі шығады. Так, бүкіл детальдарды пішіп алдық. Мен өзім камерасыз пішкенде одан да тезірек пішемін. Енді тігу сабағына кірсек. Одан кейін тақия тігеміз.